бос жатқан нарық жоқ. Қазіргі заманда кез келген нарықта бәсеке бар. Егер сіз табысыңызды көбейткіңіз келсе, онда бәсекелестеріңізден біраз клиентті өзіңізге қаратып алуыңыз керек. Оны қалай жасай аласыз? Тек қана керемет офер жазу арқылы. Офер деген не? Ағылшыншадан қазақшаға аударсақ, ол ұсыныс болып шығады. Бірақ айналайынды басқа тілге мағынасын сақтап аудару қандай қиын болса, оферді де қазақшаға нақты мағынасын сақтап аудару қиын. Егер де үш ақ сөзбен айтатын болсақ, ол бас тарту ақымақтық ұсыныс. Мен оны БТА деп айтам. Көптеген бизнестердің өнімі де, бағасы да керемет болғанымен, біраздан соң банкрот болып жабылып жатады. Ең басты себептерінің бірі, оларда осы БТА жоқ. Көп жағдайда неге олармен жұмыс істеу керек екені түсініксіз, неге олардан сатып алу керек екені түсініксіз, олар қандай зат сатып жатқаны, қандай қызмет көрсетіп жатқаны түсініксіз, неге дәл қазір сатып алу керек екені ол да түсініксіз. Ал мықты офер жаза алу үшін ең керемет тәсіл кейіпкер тәсілі, метод персонаж деп айтады. Ол келесі қадамдардан тұрады. Бірінші, мамаларыңызды анықтап алуыңыз керек. Мама деген менен алуы мүмкін адамдар мама болып шығады. Екінші қадам, олардың ерекшеліктерін анықтап алу керек, позиционировать ету керек. Үшінші қадам, олардың қажеттілігін, яғни сіздің затыңызды, не болмаса қызметіңізді не үшін алатынын анықтап алу керек. Төртінші, олардың таңдау критерийлерін анықтап алу керек. Басқа бәсекелестермен салыстырғанда қандай критерийіне қарайды, кейіпкер тәсілін қалай қолдану керектігін келесі мысалдарды мұқият көрсеңіз түсініп аласыз. Сәлеметсіз бе? Есімім Түзелбек Ұлпан, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің тренері, спикер, сайт, копирайтинг маманы, Декола брендінің негізін қалаушымын. Сіз қандай кәсіппен айналысаңыз да сізге офер қажет болады. Тіпті жарнамаға салмайтын базардағы кәсіпкерлерге де көбірек көмектесті. Бірақ заманның ағымынан қалмаймын деп базарда жұмыс жасап, оферін жазып, тапсырыс алып жатқан кісілер жеткілікті. Кәсіптің түрі қызмет, сауда және өндірістен тұратындықтан үшеуінде мысал келтіріп, ерекшеліктерін, қажеттіліктерін, таңдау критерийін және пайдасын атап өтетін боламыз. Қазір миллиондарын алып келіп, үш түрлі кәсіп ерекшеліктерін, қажеттіліктерін, таңдау критерийін және пайдасын жазып, мысал қылып көрсетемін. Үш мысалдан соң офер жазбай кету мүмкін емес, бірақ бірнеше рет қайталап жазғаннан кейін ғана мықтысын шығара аласыз. Алдымен темір қақпа өндірісімен айналысып, аламанның бірінші аптасынан ақ 160 мың теңге тауып, аламанның соңына дейін 1.400 мың теңге табысқа шығарған кәсіпті талқылаймыз. Мен Шерім Сапаралы Орынтайұлы, 26 жағым шабандозы, Фабро компаниясы, ковын изелем айналысатын компанияның негізін қалаушылардың бірімін. 26 жағымда 1.400 мың теңге табыс аяқтады 2 айдың ішінде. Көмектескен офер, копирайтинг, OLX көмектесті, ең үлкен көмек солар болды. Одан ары қарай уже аламан бітірген соң уже таргетник, Instagram, сайт қосыла бастады. Офер туралы тақырып болған кезде бірінші аптаны среда күніне дейін уже 3 күннің ішінде 50 шақты офер жаздым. Қандай тестілеп, әр дүйсенбі күні сапалы қазақ кәсіпкерлік несінде үйінде тағы сабақтар болатын, соларға қатыстым. Өрде тағы солар кісілерді тексертіп жетілдірумен болдым, себебі сенбі күн сабақ болды, сенбі жексенбі сабақ болды. Сол күні офер жазып, сразу OLX-ке салдым. Соның арқасында клиенттер звондап, бірінші аптаның өзінде 100 мың теңгеге клиент алдық. Ең үлкен мамам болашақта соған қарай ұмтылады, VIP класста клиенттер болады, мамаларым солар. Байлар бай кісілер ғой, ақшасы бар, үлкен қызметтегі кісілер. Олар таңдау критерия бірінші кезекте дизайнер. Алатын пайдасы бізде 10 жылдық, 15 жылдық тәжірибесі бар, бізде тәжірибелі ұсталар, шеберлер бар, кузнецтер. Сол кісілердің бір керемет сондай бір тауар алады. Ұялмай көрсете алатын, себебі бізде 15 жылдық, 10 жылдан астам тәжірибесі бар мастерлер бар. Солар ұялмай көрсете алатындай, оларға воротасын немесе аркасын немесе навесін жасап бере алады. Оферім кованые ворота за неделю с гарантией 20 лет. Көбінше осы офер бізге көмектеседі. Немесе кованые ворота доставка и установка бесплатно. С гарантией 20 лет. Бізге гарантия беру арқылы, біз гарантия беру арқылы біздің өнімге сенімділігіміз көрсете аламыз. Сапардың келесі мамасы дизайнерлер, яғни үйді жобалаушы мамандар. Ерекшелігі байлармен көп араласады, біліктілігі бар болғандықтан ақшасы бар адамдар бұл дизайнерлерге сенеді. Қажеттілігі
клиенттің алдында ұялмауы, абырой керек, яғни істеген затына жауаптылықпен таңдау критерий. Бұл сападағы қақпалардың бұдан арзаны нарықта жоқ, уақытында айтылған кезде жетеді. Пайдасы ақша және атақ, абырой жинайды. Байқасаңыз, мұндай дизайнерлер клиентке көмектесумен қатар өзіне әр сатылған заттан пайда көруді іздейді. Екінші, сапалы болуы. Байлар себебі көп ремонт жасайды. Яғни, егер әкелген ұсынған заттың сапасы жақсы болса, клиенттері келесі туыстарына да құрылыс жүргізсе, осы дизайнерді ұсынатын болады. Келесі офер сауданың бір түріндегі манеж және балаларға арналған тауарлар. Қайырлы күн, есім Мұхтар. Айналысатын нәрсем балалардың тауары, яғни соның ішінде коляска, жаңадан туылған балаларға арналған манеждер және тағы да басқа тауарлар. Бір айда тапқан табысым 1,2 миллион теңге, және ондай табысқа жеткізген нәрселердің бірден бірі ол офер. Ондай оферді құрастыру үшін маған біріншіден маманы анықтау керек болды. Енді нақты соған менің мамама тоқталатын болсақ, олар жаңадан босанған әйел адамдар, олардың ата-анасы, жұмыс орнында бірге жасайтын әріптестері, яғни тұрмыс жағдайы орта кісілер. Енді ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бұндай кісілерге тауар құнының қолжетімді болуы, әрі сол үйдің келесі балалары да қолдана алатындай сапалы болуы өте маңызды. Сапасы қайыңнан немесе емен ағашынан жасалған, жаңа туылған нәрестеге залалсыз, дизайн мен түсі үй жиһазының түсімен үйлесуін қалайды. Ал енді қажеттілігіне тоқталатын болсақ, қажеттілігі баласын жатқызу үшін және немесе туыстарына сыйлыққа беру үшін. Ал енді таңдау критерийлерін айта кетсек, жеткізілуі тегін, қандай салмақта болмасын, және 65 түрі болғандықтан, яғни ассортименттің кең болғандығынан, және Ресейден келетін болғандықтан сапалы, болашақта 10 жылға дейін қолдана алатындай. Пайдасына тоқталсақ, жаңа туылған нәрестеге арналған ыңғайлы жатын орны, бала үшін қауіпсіздік. Ал енді трансформер манеждерді 16 жасқа дейін кереует ретінде және парта ретінде қолдана беруге болады. Демек, бұл деген сөз ақша жағынан 50%-ға дейін үнемдей алады. Нарықтағы бағамен салыстырғанда жеке кереуеттің өзі 40 мың теңге болуы мүмкін. Ал яғни парта орта есеппен 20 мың теңге, және де манеждің өзі 40-45 мың теңгеде болатын болсақ, 50%-ға дейін адамдар үнемдей алады. Енді осы салаға офер құрастыратын болсақ, 52 мың теңге жиналмалы парта, кереует, манеж, трансформер ресейлік сапада 10 жылдық кепілдігімен алып, 48 мың теңгеңізді үнемдеңіз. Дәл осы сапада кепілдігімен бізден арзанын тапсаңыз, сізге одан арзанға береміз. Мінекей, сізге келіп, дәл осылай 5 түрлі артықшылығымен ұсынып, кепілдік беріп, іздеп әуре болма. Менен арзанын таппайсың десе, кімнен алар едіңіз? Сауда түрін талқыладық. Ендігі кезек қызмет түрі. Бұл қызмет түрімен айналысатын мега жады балаларды жадысын дамыту орталығы мына офер арқылы алғашқы миллионын тауып үлгерді. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Айнұр Жүсіп. Бізде мега жады деген онлайн проект бар. Яғни біз балалардың, ересектердің есе сақтау қабілетін арттырып, жылдам оқуына көмектесеміз. Қазіргі бизнесімізде ең қатты көмектесіп жатқан ол бізге офер. Оферді түсіндіруді, оферді қалай жасағанымызды қазір сіздермен бөлісемін. Ең біріншісі біздің мамаларымыз. Ол 18-24 жастағы студенттер. Екіншісі 28-38 жастағы үлкендер, курс өздеріне керек. Ал үшіншісі 28-48 жастағы аналар, олар балалар үшін сатып алады. Төртіншісі мұғалімдер. Біріншісі мамалардың ерекшелігі. Бізде студенттер оқиды, оларда ақша жоқ, арзан болса екен дейді. Бірақ продвинутый, оларға хай форматта видео жіберетін болсақ, бірден сатып алады. Екіншісі үлкендер, яғни ақшасы бар, жұмыс жасайды. Оларға біздің бағалар қымбат емес. Ал үшіншісі аналар, олардың баласына өте қатты керек. Баласы үшін олар кез келген ақшаны төлеуге дайын. Алғашқы сабақ қызық болса, олар бірден сатып алады. Төртіншісі мұғалімдер, оларға біздің методикамыз керек. Біздің сабағымыздың қалай өтетіні қызық. Оларға ақша маңызды емес. Екіншісі, мамалардың қажеттілігі. Студенттерге көбіне жылдам оқу курсы керек. Себебі олар лекция өтеді, әртүрлі ақпараттарды жылдам қабылдап алғысы келеді. Екіншісі үлкендер. Енді оларда саморазвитие, былайша айтқанда дамығысы келіп, кітапты көп оқитын, былайша айтқанда бизнесмендер, өзін дамытқысы келетін адамдар. Олар уақыт өте келе есе сақтау қабілеттерінің нашарлап бара жатқанын көрген соң, оған жол бермеу үшін біздің сабақтарға келеді. Үшіншісі, аналар.
олар балалар үшін алады. Балалары 1 минутта өте аз сөз оқиды, ойын дұрыс жеткізе алмайды, өлеңдерді, кітаптарды қиналып есіне сақтап қалады. Негізгі боль есте сақтау. Төртіншісі, мұғалімдер, олар өздері оқып, біздің курстан өтіп, өздері ақша тапқысы келеді. Біздің методикаларымызды қолдану арқылы мектептегі балаларына білімді жақсы етіп бергісі келеді. Енді олардың таңдау критерийі Қазақстанда біздің сала жоқ болғандықтан, біздің мамаларымызда таңдауда жоқ. Бұл Қазақстанға енді келген сала, онлайн түрде мүлде жоқ. Сондықтан да олар тек бізге ғана келеді. Біздің студенттерімізге сабақтардың креативный, яғни былайша айтқанда қызықты болу керек. Үлкендерге сабақтың сапасы маңызды. Олар мұғалімдердің біліктілігіне қарайды. Үшіншісі, аналар көбіне мұғалімдерге қарайды. Сабақтардың қалай өтетініне қарайды. Ал мұғалімдер болса, біздің методикамызға қызығып, сол арқылы келеді. Енді мен сіздермен оффермен бөлісейін. Мен 1 минутта 1800 сөз оқимын. Сіз де мен сияқты оқи аласыз. Мега жадының жылдам оқу курсынан 8 сабақта жылдам оқудың 18 тәсілін үйреніп аласыз. Егер нәтиже болмаса, ақшаңызды 100% қайтарамыз. Екіншісі, балаңыз 1 минутта 700 сөз оқи алады. Сенбесеңіз, мега жадының жылдам оқу сабағының тегін көріп, нәтижені алғашқы минуттан-ақ байқаңыз деп, осы уақытқа дейін 579 ата-ана баласын оқытты. Осы оффер арқылы таргетингтен 4700-ақ теңгеге 386 номер алдық. Осы саланың келесі оффері балаңыздың есте сақтау қабілетін 2 есе арттырып, оқу жылдамдығын минутына 400 сөзге дейін жеткізіңіз. Курстан өтіп, нәтиже болмаса, ақшаңызды қайтарамыз. Балаңыз кез келген өлеңді 3 рет қайталағаннан жаттап алады. Көз жеткізу үшін алғашқы сабақты тегін көріңіз. Мега жадының осы уақытқа дейінгі табыс тапқызып, жаңа Айнұр айтып өткендей, көптеген, яғни 500 клиентті өзіне тартқан офферлары осы болатын. Технология бойынша 3 кәсіп түріне де оффер жазып шықтық. Қазір сіздерге оффер жазуға көмектесетін қосымша тәсілдерді ұсынамын. Міндетті түрде жазып алыңыз. Бірінші, сіздің өзгелерден 20 түрлі артықшылығыңыз. Сіз ұсынған қызмет, өндіріс, сатылатын тауарды нарықта өзгелер де ұсынып жатыр. Сіз олардан немен ерекшеленесіз? Яғни, сізден неге сатып алуы керек? Осыны жазып шығыңыз. Бірақ есіңізде сақтаңыз. Акция, супер акция, менікі жай ғана арзан, қол жетімді деген сөздерді қабылданбайды. Сөзді қорыңыздан мүлде шығарып тастаңыз. Ол сөздердің орнын нақтылықпен алмастырыңыз. Арзанның орнына нарықтағы бағадан 23%-ға төмен, ешқандай делдалсыз тікелей әкелеміз деген сияқты екінші тексерілген керемет тәсіл сіздің клиенттеріңіздің сізге айтатын 6 түрлі күмәнін жазып шығу. Бұл әдіс оффер жаздырып қана қоймай, сөйлескен қызығушы адамдарыңызға тауарыңыздың сол сәтте-ақ сатылуына септігін тигізеді. Үшінші, нақты сандар. Көп жылдық тәжірибе, көп клиент, біраз жылдан бері жұмыс жасаймыз деген сөздің өзін қолданбаңыз. Мысалы, офферді құрастырып отырып, көп жылдық тәжірибесі бар маманнан деп емес, 17 жылдық тәжірибесі бар маманнан деп жазсаңыз, ол адамға сенімділік беретін болады. Өйткені көп деген сөз әркімге әртүрлі көп. Мысалы, маған 3 жыл, сіздің ойыңызда шынайы 18 жыл болуы мүмкін. Жүздеген кәсіпкерлердің жіберетін қателігі осында. Мінекей, біз 3 түрлі кәсіпті талқыладық, офферін жаздық. Сізге осы үлгілерге қарап шығып, өз кәсібіңізге оффер жазу ғана қалды. Кез келген кәсіпке оффер жазылуы тиіс. Және ағайдың айтқан мысалдарын қосып, менің айтқан мысалдарымды мысалға алып, оффер жазыңыз келсе, бізде оффер жазуға арналған кесте бар. Номеріңізді төменге қалдырсаңыз, кестені сізге тегін 3 сағаттың ішінде жіберетін боламыз. Сол кесте арқылы дұрыс оффер жазып, алғашқы табысты табуға болады. Кейіпкерлердің ерекшеліктерін, шынайы қажеттіліктерін, таңдау критерийін анықтап алған соң, оның алатын пайдасын анықтап аласыз. Сонан соң барып, оффер жазуға кірісеміз. Керемет оффер жазу 4 бөлімнен тұрады. Есте сақтап алыңыз. Бірінші бөлім, оның пайдасын
қажеттілігін көрсету. Клиент сіздің затыңызды, не қызметіңізді алса, одан қандай пайда көреді, соны көрсетуіңіз керек. Бұрғын емес, қабырғадағы тесікті сатамыз. Массаж емес, грыжадан жазып бересіз. Оның баласын оқытпайсыз, баласын жоғары оқу орнына түсіріп бересіз. Сіз видео түсірмейсіз, сол видео ролик арқылы оның табысын көтеріп бересіз. Екінші бөлім, күмәнді жою. Күмәнді қалай жоямыз? Келесі 6 дәлелдің біреуін, не болмаса бірнешеуін келтіруіңіз керек. Бірінші дәлел, баға. Сіздің басты артықшылығыңыз баға болса, сізде бәсекелеске қарағанда затыңыз, қызметіңіз арзан болса, әрине тек қана арзандатып демпинг жасау емес, сізде пайда да қалу керек. Енді неліктен сізде арзан? Сіз өзіңіз өндіресіз, не заводпен тікелей жұмыс жасайсыз, не үлкен көлемде сатып алған соң, сіздің затыңыздың бағасы арзан. Сіз бағаны және сізде баға неге арзан екенін себебін көрсетуіңіз керек. Сол кезде сіз барлық бәсекелестерді жеңе аласыз. Екінші дәлел, жылдамдық. 2 күнде жеткізіп бересіз. 1 күнде видео түсіріп, монтаждап бере аласыз. 1 аптада емдеп шығарасыз. Сіздің жылдам жасай алатын күндіңізге, ал егер кешіктіріп жатсаңыз, әр күніне айыппұл төлей алатын болсаңыз, бұл ең керемет офер болмақ. Үшінші дәлел, тұтынушыға ерекше жағдай туғызу. Сізбен жұмыс істеу ыңғайлы және пайдалы екенін көрсету. Мысалы, ол бөліп төлей алады. Затты алған соң барып төлейді. Затыңыздың дизайнын көріп, есептеп алған соң барып төлейді. Бірнеше түрінен өзіне ең ұнағанын ғана алады. Егер де ұнамаса, қайтарып береді. Қалай болғанда да клиентке ыңғайлы және пайдалы бола алу. Төртінші, сервис, под ключ жасау. Оның басын қатырмай, барлық проблемаларды от и до өзім ойыңызға аласыз. Ол тек ақшасын төлейді де қабылдап алады. Бесінші дәлел, тәжірибе. Кейстеріңізді көрсетіп, айтып бере алатын тәжірибелеріңіз. Сіз клиентке оның тапсырысы ойдағыдай, уақытында сапалы орындай алатын көрсету. Басқаларға қарағанда қанша тұратыны маңызды емес. Бастысы сізбен істесе ол өкінбейді. Өйткені сіздің тәжірибеңіз бар екенін көрсете алсаңыз, клиент сізге сенеді. Алтыншы дәлел, кепілдік. Кез келген клиенттің күмәндануға құқы бар. Ол сіздің затыңыз, қызметіңіз керек болып тұрса да, ақшасы бар болса да, алмауының басты себебі онда күмән бар. Сондықтан ең мықты оферде міндетті түрде кепілдік болуы тиіс. Ұнамаған жағдайда ақшасын толықтай қайтарып алу мүмкіндігі болуы тиіс. Сол кезде онда стресс болмайды. Онда риск жоқ. Риск жоқ болса, клиентке шешім қабылдау да жеңіл. Үшінші бөлім, жеңіл қадам. Тұтынушы сіздің өніміңізді жеңіл, оңай іс-әрекеттер арқылы пайдалана бастау керек. Мысалы, өзіңізге ұнап қалған қызға келіп, танысқан соң, менің атым Серік, денім сау, көлігім, үйім, жұмысым бар. Басты қатырып ұзаққа созып қайтеміз. Маған күйеуге шығасың ба десең, қандай жауап аласың? Әрине теріс жауап. Өйткені оферіңіз шикі, жабайы, тікелей сату болып тұр. Алдымен киноға, концертке шақырасыз, соны кейін ресторанға, осындай жеңіл қадамдардан соң оған ұсыныс жасай алсаңыз болады. Ол сол кезде көнуі мүмкін. Болмаса, өзіңіз танымайтын асау жылқыны бірден бас салып, жүген кигізіп, ертоқым салып, мініп алмайсыз ғой. Алдымен жем беріп, құлағынан сипап, үйретіп, сонан кейін жүген кигізіп, сонан кейін барып ертоқым салып дегенде бірте-бірте жақындайсыз ғой. Бизнесте дәл солай. Жиһаз жасайтын адам алдымен дизайн жасап беру керек. Домбыра тартуды үйретсеңіз, бірер тегін сабақ беруіңіз керек. Содан кейін барып арзанырақ қызметіңізді, не затыңыз сатасыз. Ол сізге азнаулақ ақша төлеген соң, сізге деген сенімі туады да, негізгі өніміңізді сатып алады. Төртінші соңғы бөлім, іс-әрекетке шақыру. Адам баласы бұйрықтарды орындауға бейім. Ол бір іс-әрекетті істей бастау үшін, сіз оған тез баста, істе, қолдан, көр деген сияқты бұйрық раймен айтуыңыз керек. Мысалы, сіз бала оқытатын курсты ұсынып жатсаңыз, тегін сабақтарға қатынасу үшін дәл қазір тіркел деп. Егер зат сатып жатсаңыз, арзандатылған бағамен алып қалу үшін дәл қазір телефон номеріңізді қалдырыңыз дегендей сөздер жазуыңыз керек. Енді соған нәтиже сене бастадың ба? Аха, сене бастадым. Бір 10% бір апталық біліммен? Мен офер жазып, колесоға салдым. 1,5 сағаттың ішінде келісім шартты ертеңгісіне сатып жібердім уже. Тамаша, супер, жақсы. Барлығы үйге арналған
заттар сатасың? Оның ішіне жәнегі тапшан, беседка, валер, забор. Ағаштан ба, темірден ба? Ағаш пен темір қосалып. Екеуінде қосып жасайсың. Керемет, тамаша. Бұрынғы кезде аптасына 1-2 заказ алатын. Аха. Осы оферді өлтіріп жазып. Айына айлық табысың қанша еді бұрын? Таза табысын 250 мың болатын. Міне мына бір аптаның ішінде? Бір аптаның ішінде 330 мың қойдым. 330 мың. Не көмектесті? Офермен және оферді. Мен квартиралар сатамын, агент по недвижимости. Ага. 6 айдан бері сатылмай жүрген үйге мен осы жерде отырып офер жазып, қазақшалап ішінде. Ага. Ертеңіне уже квартира өтіп кетті сол офермен. Соның үстінен тапқан пайдаң 300 мың теңге. Сонымен қорытынды сөз. Сіз клиенттің қалтасындағы белгілі бір соманы алып, өз қалтаңызға салмақшысыз. Ол клиент үшін үлкен стресс. Егер де оның алған пайдасы осы стресстен гөрі артығырақ болса, онда аламын деген шешім қабылдайды. Сондықтан өзіңізге клиентке, бәсекелестерге қарағанда менен алу пайдалы екенін қалай дәлелдей аламын деген сұрақ қойып, соған нақты жауап бере алсаңыз, бас тарту ақымақтық болатын, офер жаза аласыз.